Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 92-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу санамақ. Санамақты түсініп оқы дейді, оқып көрейік. 1 дегенім білім, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үміт, 4 дегенім төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу. Қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Санамақты оқып шықтық, енді осының мазмұнын талқылап, осы өлеңнің соңғы 2 жолын дәптерлеріңе көшіріп жазып ала ғой озат оқушым. Осы санамақта не дейді? Қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу дейді, яғни оқудан қорықпай, оқып, сол оқып білгеніңді көңіліңе тоқып алу керек екен, озат оқушым. Келесі бізде 2-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Бір аптада 7 күн бар, керекті сөздер астында берілген 4, 7, бірінші деп. Дүйсенбі аптаның бірінші күні. Сейсенбі күні 4 сабақ болады. Мінекей осы 3 сөзді мына сөйлемдерде берілген көп нүктенің орнына қойып жазып аламыз, озат оқушым. Келесі бізде 3-ші жаттығу. 3-ші жаттығуда тор көздерде берілген әріптерден апта күндерінің аттарын тап дейді. Мысалға, мына жерде қызылмен қоршап көрсетіп қойды, сейсенбі, яғни аптаның 2-ші күні. Енді бізге қалған аптаның 6 күнін табу керек, тор көздерден. Дүйсенбі, одан кейін сейсенбінің астында сәрсенбі тұр, дәл солай қызылмен қоршасақ. Одан кейін бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Мінекей осылай тор көздерде берілген әріптерді біріктіріп, қоршап, аптаның әрбір күнін тауып жазсақ болады екен, озат оқушым. Біздің міне бүгінгі 92-ші сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта көріскенше сау бол озат оқушым.